Баршаңызға сәлем. Бүгін сатылымдардың хиті болған өте дәмді әрі тәтті торттардың бірі сүтті қыз немесе молочная девочка тортын дайындаймыз. Барлығы қолжетімді заттардан жасалады. Кремі пломбирный. Бізге керек заттар: сгущенка. Мен Желание маркасының сгущенкасын қолданамын. Дәл осы видеодағысын табиғи болып келеді. Разрыхлитель, ұн, сары май немесе маргарин, жұмыртқа және де ванильді қантты қолданамын. Алдымен сгущенкамызға жұмыртқамызды және сары майымызды салып, толығымен миксермен айландырып шығамыз. Бастапқы ережелерінің бірі: сіздің ыдысыңыз таза әрі құрғақ болуы керек. Және де барлық қолданатын заттарыңыз бөлме температурасында болса, сіздің тортыңыз бисквиттері өте жақсы көтерілетін болады. Бұл видеода мен 1,5 порция істедім. Видеоның астына 1 порцияның рецептін жазатын боламын. 1,5 порцияда сіздерде 26 диаметрлік 7-8 коржик шығатын болады. Ал егерде 1 порциясын дайындасаңыздар, сізде 22 диаметрде 8-9 коржик шығатын болады. Ендігі кезекте ваниль қантын салып, және толығымен бір масса болғанша дейін, майы толық еріп, қанты толық ерігенше дейін біз осы массаны миксерлеп аламыз. Енді ұнымызға разрыхлительді салып, елегіштен өткізу арқылы өстіп сұйық массамызға кезек-кезегімен салып араластырып отырамыз миксердің көмегімен. Дәл видеодағыдай бір елкі масса болуы керек. Ендігі кезекте коржиктарымызды бір елкі пісіру үшін осындай тортқа арналған форма арқылы пергаментқа пішін келтіріп аламыз. Егерде сізде осындай тортқа арналған форма болмаса, онда пергамент қағазымызға қаламсаптың көмегімен дөңгелек кетіп пішін келтіріп алып, сол дөңгелектен асырмай коржиктарыңызды құюға болады. Дәл видеодағыдай пергамент қағаздарымызды жайғастырып, үстінен массамызды бір елкіретіп бөліп, осылай жайғастырып шығамыз. Сонда біздің әрбір корждарымыз бір елкі, бірдей қалыңдықта болады. Қалақшаның көмегімен дәл видеодағыдай біздің массамызды бір елкі етіп жағып шығамыз. Алдын ала 170 градус қызып тұрған пешімізге осы корждарымызды 2-3 минут сайын қызарғанша дейін пісіріп алыңыздар. 1-2 коржығымызды дайындадыңыз ба, келесі кезегімен осылай пісіріп алып отырыңыздар, әйтпесе пергамент бүкіл ылғалды өзіне сіңіріп алады және корждарыңыз бір елкі болмай қалады. Міне дәл видеодағыдай өстіп қызартып пісіріп алыңыздар. Коржиктарымыз толығымен суығаннан кейін осылай пергаментімізден оңай шешіліп алынатын болады. Корждарымызды бір-бірінің үстіне қоймай, бөлек-бөлек қойып қойыңыздар. Олар жабысып қалуы мүмкін, сондықтан да жұмыс істегенге ыңғайлы болу үшін мен дәл видеодағыдай осылай әрбір коржды бөлек-бөлек қоямын. Егерде сіз тортыңызды ертең жинайтын болсаңыз, онда әрбір коржиктарды пищевая пленкаға орап, холодильникке, тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады. Енді пломбирный кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки және де сгущенка керек болады. Ыдысымыз және де миксердің тісі барлығы сұп-суық болуы керек және құрғақ әрі таза болса, біздің сливкеміз сөзсіз взбиваться етіледі. Ең алдымен дәл видеодағыдай сливкеміз біраз қоюлағаннан кейін осылай үстіне жарты банка сгущенканы қостым да, және де бір елкі масса болғанша дейін толығымен дәл видеодағыдай миксермен араластырып шықтым. Сливкемізді миксермен араластыра бастаған кезден бастап, әрбір 3 минут сайын миксердің қуатын арттырсаңыз, сізде дәл видеодағыдай міндетті түрде крем шығатын болады. Ендігі кезекте тортымызды жинаймыз. Дәл видеодағыдай, егер коржиктің санына байланысты креміңізді сонша бөлікке бөліп, қалақшаның көмегімен осылай жайғастыра отырып, тортымызды жинаймыз. Креміміздің біраз бөлігін әрлеу үшін алып қалыңыздар.
Молочная девочканың әртүрлі кремдері болады. Оның бірі сүзбелі ірімшікпен, немесе маскарпоneмен, немесе осылай пломбирлі кремдер жасай беруге болады. Әркімнің өзінің қалауынша. Бірақ біздің отбасымызға осылай пломбирлі крем өте қатты ұнайды. Сол үшін мен осы түрін жасадым. Дәл видеодағыдай енді қалған креміміздің көмегімен осылай тортымызды біркелкі етіп әрлеп шығамыз. Егер сізде осындай шпатель болмаса, онда пышақтың көмегімен кез келген түзу затпен осылай түзелеп әдемілеп шығуға болады. Негізінде бір рет сатып алып қойсаңыздар, сізге жылдар бойы қызмет жасайтын болады. Осылай біркелкі етіп түзеп шыққаннан соң тоңазытқышқа 5-10 минутқа салып қойыңыздар. Енді әрлеуді жалғастырамыз. Кондитерлік магазиндерден осындай ақ шоколад сатып алдым. Сіздер магазиндегі кез келген шоколад сатып алуларыңызға болады. Осындай кондитерлік қапқа шоколадты салып, сулы баняға осылай ерітіп алдым шоколадымды. Және дәл видеодағыдай осылай шет-шетіне ағызып әдемілеп шығамыз. Біреуі кішкентай қылып, біреуін үлкен қылсаңыз, сізде әдемі болып көрінетін болады. Барлығы біркелкі болса, ол әдемі болмайды. Сондықтан дәл видеодағыдай менің жасаған жұмысымды қайталаңыздар. Егер де сіз осылай кондитерлік қапты кішкене жуанырақ қып кессеңіз, сіздің тортыңыз әдемі болады. Сондықтан да жіңішке емес, неғұрлым жуанырақ болса, подтектарыңыз өте әдемі болып көрінетін болады. Енді ақ шоколадымызға жылтыр рең беріп тұру үшін кондуринді қолданамыз. Оған спиртті қосып, дәл видеодағыдай осындай масса дайындаймыз. Шоколадымыз тоңазытқышта 5-10 минут ішінде қатып қалады. Осылай қатып қалған шоколадымызға кисточканың көмегімен кондуринді 2 мәрте үстінен жағып шығамыз. Солай біздің шоколадымыз жылтыр түске енетін болады. Егер де сіз кондурин таба алмай жатсаңыз, онда әртүрлі түсті пищевой гелевый краскалар болады. Сонымен шоколадтарыңызды бояп, осылай әртүрлі подтекті жасауға болады. Немесе осылай ақ түсінде қалдырып, немесе қара шоколадтың түсінде қалдырып, ол да өте әдемі көрінеді. Мен енді осы крем мен шоколадтың арасындағы шовты көрсетпеу үшін осылай біраз крем алып қалған болатынмын. Сонымен осылай әрлеп, насадкамен жүргізіп шықтым. Бұл жерде енді әрлеу әркімнің өзінің фантазиясына байланысты әрлейді. Және де әркімнің өзінің бөлек тематикалар болады. Менің осы жасаған тортым туған күнге арналған торт болды. Жеміс-жидектермен, жаңғақтармен, басқандай тәтті тағамдармен, немесе де пряниктер бар, топперлер бар, солармен әрлеулеріңізге болады. Әркімнің өзінің қалауынша. Егер де менің рецептім сізге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыз.